Ақтөбеде жарысқа бара жатып жол апатына ұшыраған автобуста болған оқушылардың аналары үндеу жолдады. Олар 5 айдан бері бірде-бір шендінің балаларының жағдайын біліп келмегеніне өкпелі. Сондай-ақ бірнеше күрделі ота жасалған жеткіншектерге оңалту шараларын жасауды талап етіп отыр. Жол көлік оқиғасында 9 бала болған, оның біреуі өкінішке орай о дүниелік болды. Енді мына қалған 8 баланың денсаулығы жайлы айтқымыз келеді сіздерге. Бұл жерде 5 баланы қазіргі таңда сот-мед экспертиз тағайындау бойынша жағдайы ауыр жағдайда деп жарияланған. Балдарымызға әртүрлі ем-шара, оталар ауыр жасалды. 9 оқушы мен олардың бапкері мінген көлік жол апатына былтыр желтоқсанда ұшыраған еді. Оқиға орнында бір бала қаза тапты. 8 түрлі жарақат алды. Олардың 5-еуінің жағдайы ауыр болды. Балаларға бүгінде бірнеше ота жасалған. Екеуі үйден білім алып жатыр. Екеуіне де денсаулығына байланысты мүгедектік тағайындалған. Олар аяққа тұрып кету үшін ұзақ оңалту шараларын жүргізу қажет. Негізгі талаптары осы салаға жауапты шенділер көмегін берсін дейді. Қазір бұл оқиғаға қатысты көлік тізгіндеген спорт мектебі директорының орынбасарына қатысты сот отырысы жалғасып жатыр. Оған 2 бап бойынша айып тағылған. Оңалту болғанда біздің басқарма тарапынан ондай мәселелерге қаралмаған дей тұрған менде біздің басқа да мектептеріміз бар, облыстағы спортшылар қауымдастығы бар дегендей, соларға үндеу тастап, осындай бір жағдайға енді бәріміз қол ұшымызды берейік, көмектесейік деп, сонымен қатар қайырымдылық турнирлерін ұйымдастыру, сол арқылы жаңағы түскен бар азды көпті қаражат болса да, соларды балдарға бір жәрдем ретінде беру тарапынан бір шаралар атқарылып жатыр.